Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қылмыстық құқық пәніне қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансүгіров колледжінің құқықтық пәндер оқытушысы Абзалқызы Гүлмира. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қылмыстың ұғымы, белгілері және сипаттары. Сабағымыздың мақсаты қылмыстық құқық пәніне білімгерлердің қызығушылықтарын арттыру, сабақты терең түсіну мақсатында практикалық жұмыс жасау. Бағалау критерийі: сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділік 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Сабағымыздың басын сұхбат әдісі арқылы өткен тақырыпты есімізге түсіруден бастайық. Қылмыстық заң дегеніміз не? Қылмыстық заңның уақыттағы күші дегеніміз не? Қылмыстық заңның кеңістіктегі күші дегеніміз не екен? Осы аталған сұрақтарға жауап беріңіздер. Қылмыс бұл құқық бұзушылықтың бір түрі. Қылмыс басқа құқық бұзушылықтардан оның қылмыстық заңмен белгіленетіндігімен және оны жасағанда қылмыстық жауапкершіліктің болуымен ерекшеленеді. Қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздік. Қылмыс ұғымы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 9 бабында берілген. Осы кодекске жазалау қатерімен тыйым салынған қоғамдық қауіпті әрекет қылмыс деп танылады. Қылмыстың төмендегідей белгілерін атап өтейік. Қылмыс әрқашан іс-қимыл болып табылады, яғни ол әрекетпен де, әрекетсіздікпен де жасалуы мүмкін. Әрекет бұл қылмыс жасаудың белсенді нысаны. Әрекетсіздікте кінәлі адам өзі жасай алатын әрекетті және жасалуы тиіс әрекетті де жасамайды. Адамның ойлау қызметі жазаланбайды, өйткені ол қоғамға қауіпті теріс қылық жасауға алып келмейді. Қылмыс бұл қоғамға қауіпті әрекет, яғни ол қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастарға зиян келтіреді немесе зиян келтіруге нақты қауіпті төндіреді. Қылмыс әрқашан құқыққа қайшы болады. Құқыққа қайшылық бұл қылмыстық заңның әрекетке тыйым салуы. Құқыққа қайшылық деп қылмыстық кодексте бекітілген тыйымды қылмыс жасаған адамның бұзуын айтады. Қылмыстың міндетті белгісінің бірі адамның кінәсінің болуы. Қасақана немесе абайсызда жасалған әрекет қылмыс болуы мүмкін. Жазалану. Егер әрекет жазаланбайтын болса, онда ол қылмыс ретінде қарастырылмайды. Әрбір қылмыс үшін қылмыстық кодексте жаза қарастырылған. Қылмыстың жіктелуі. Қылмыстарды жіктеу бұл қоғамға жасалған қауіпті әрекетті ауырлық дәрежесі мен сипатына байланысты топтарға бөлу болып табылады. Қылмыстың кодексте қылмыс санаттары онша ауыр емес, ауырлығы орташа, ауыр, аса ауыр болып 4 түрге бөлінеді. Жасалған үшін ең ауыр жаза 2 жыл бас бостандығынан айырудан аспайтын қасақана жасалған әрекет, сондай-ақ жасалған үшін ауыр жаза 5 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын абайсызда жасалған әрекет онша ауыр емес қылмыс деп танылады. Жасалған үшін ең ауыр жаза 5 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын қасақана жасалған әрекет, сондай-ақ жасалған үшін 5 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза абайсызда жасалған әрекет орташа ауыр қылмыс деп табылады. Жасалған үшін ең ауыр жаза 12 жыл бас бостандығынан айырудан аспайтын қасақана жасалған әрекет ауыр қылмыс деп танылады. Жасалған үшін ең ауыр жаза 12 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза немесе өлім жазасы қасақана жасалған әрекет аса ауыр қылмыс деп танылады. Қылмыстық жауапкершілік туралы түсінік. Қылмыстық жауапкершілік құқықтық жауапкершіліктің ішіндегі ең
қатаң түрі болып есептеледі. Қылмыстық жауапкершілік қылмыс жасаған үшін қылмыстық заңмен белгіленеді. Қылмыстық жауапкершіліктің мағынасы кінәлі адамның өзінің құқыққа қайшы әрекеті үшін мемлекет атынан сотталғандығын білдіреді. Соған орай, мемлекет құқық бұзушының еркінен тыс мәжбүрлеу тәртібінде қылмыстық жауапкершілікті жүктейді. Қылмыстық жауапкершілік бұл адамның жасаған қылмысы үшін жазалануы немесе қылмыстық құқықтық сипаттағы басқа да шаралармен бекітіледі. Қылмыстық жауапкершіліктің мынандай элементтері болады. Жасаған қылмысы үшін адамның жауап беру міндеті, соттың адамның жасаған әрекетін теріс бағалаудан көретін соттау, кінәлі адамға қылмыстық құқықтық сипаттағы шаралар қолдану, жаза тағайындаудың құқықтық салдары ретіндегі соттылық, қылмыстық жауапкершілік қылмыс жасаған сәтте пайда болады және адамға қылмыстық мәжбүрлеу шарасын қолданған сәттен бастап жүзеге асырылады. Тапсырма: көрсетілген суреттерге жасалған қылмысқа мысал келтіріп, қылмыстың санаттарын анықтаңыздар. Бүгінгі өткен жаңа материалымызды сиқырлы қобдиша арқылы бекітейік. Сиқырлы қобдишамыздан сіздерге сұрақ қойылады. Қылмыс дегеніміз не? Қылмыстың құрамы дегеніміз не екен? Қылмыстық жазаны қалай түсінеміз? Қойылған сұрақтарға жауап берейік. Үйге тапсырма: қылмыс дегеніміз не? Әрекетсіз жасалған қылмысқа мысал келтіріңіз. Қылмыстық жауапкершіліктің элементтері дегеніміз не? Және оған мысал келтіріңіз. Қылмыстың санаттары дегеніміз не екен? Қойылған сұрақтарға жауап беріңіздер. Қолданылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.